Испания кубогының ширек финалы қарсаңында Барселонада тағы да толық тыныштық сезімі жоқ. Ротация, сақтық, бұлшық етке түсетін жүктемелер, бапкерлер штабының маңызды шешімдері осының бәрі алдағы кезеңнің бағытын айқындайды. Сонымен қатар маусымның жақын бөлігінің тағдыры тікелей байланысты бірнеше ойыншының есімі аталады. Рафинья ойынға дайын, Кунденің жағдайы күмән тудырып отыр. Педри қалпына келу үдерісін жеделдетуде. Ал клуб ішінде жобаның ең маңызды ойыншыларының бірінің болашағы қазірдің өзінде айқындалып келеді. Бүгін біз Барселона үшін дәл қазір кім шын мәнінде ойнауға дайын, кім ойын ырғағынан шығып қалу қаупінде, және алдағы апталар неге Ханси Флик командасының бүкіл құрылымы үшін шешуші кезең болатынын талқылаймыз. Достар, ыңғайланып отырыңыздар, біз бастаймыз. Барселона дүйсенбі күні Альбасетеге жол тартар алдындағы соңғы жаттығуын өткізді. Дәл сол жерде команда Испания кубогының ширек финалын ойнайды. Негізгі назар матчты бұлшық еттегі жайсыздықпен аяқтаған Жюль Кунде мен Рафиньяның жағдайына ауды. Франциялық қорғаушы Ханси Фликтің жетекшілігімен жалпы топта ешқандай шектеусіз жаттықты, ал Рафинья серіктестерімен бірге алаңға шықпады. Клуб ресми түрде бразилиялық ойыншының оң аяғындағы жақындатқыш бұлшық етінде шамадан тыс жүктеме бар екенін растады. Сол себепті оның денсаулығына қауіп төндірмеу туралы шешім қабылданды. Ла Лигадағы Элчеге қарсы матчта Рафинья негізгі құрамда алаңға шыққанымен үзілісте ауыстырылды. Ол кезде бұл тек алдын алу шарасы ретінде бағаланған және алғашқы хабарламалар жарақат туралы айтпаған еді. Алайда кейінгі тексерулер бұлшық еттің шамадан тыс жүктелгенін көрсетті. Сондықтан Барселона барынша сақтық танытуды жөн көрді. Клубтың ресми мәлімдемесінде бұл жағдай жарақат емес екені және қалпына келу мерзімі шамамен бір аптаға созылатыны атап өтілді. Осылайша, Рафинья Испания кубогындағы Альбасетеге қарсы матчты анық өткізіп алады. Ал сенбі күні Ла Лигада Мальоркаға қарсы ойында оның алаңға шығуы аптаның ішіндегі қалпына келу динамикасына байланысты болады. Құрам жарияланар алдында Флик Жюль Кундеге де қосымша демалыс беріп, артық тәуекелден қашуы мүмкін. Шабуыл шебінде Рафиньяның орнына негізгі үміткер ретінде Маркус Решфорд қарастырылуда. Ол Элчеге қарсы ойында бразилиялықтың орнына екінші таймда алаңға шыққан болатын. Ал қорғаныстың оң қапталында ротация жасалса, Жоау Канселу ойнауы мүмкін. Сондай-ақ жарақаттан кейін қалпына келуін жалғастырып жатқан ойыншылар да командаға көмектесе алмайды. Педри, Гави және Андреас Кристенсен әлі де жалпы топпен жаттықпай жүр және кубоктық матчқа қатысу жоспарында жоқ. Сонымен бірге Ханси Флик бірінші командамен бірге жас ойыншылар Диего Кохен, Жофре Торренс және Томми Маркесті жаттығуға шақырды. Олардың өтінімге ену мүмкіндігі жоғары. Достар, осы жағдайға қатысты өз ойларыңызды пікірге жазыңыздар. Видеоны лайкпен қолдап, арнаға жазылуды да ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біздің жас арнамыз үшін өте маңызды. Үлкен рахмет. Ал біз жалғастырамыз. Жаттығудың ерекше сәттерінің бірі Фермин Лопеске арналған дәстүрлі дәліз болды. Жартылай қорғаушы серіктестерінің әзіл шыны аралас құттықтауынан өтті. Бұл клубпен келісімшартын 2031 жылға дейін ұзартуына байланысты ұйымдастырылды. Бұл маңызды кубоктық матч қарсаңындағы команда ішіндегі жұмысқа толы, бірақ жағымды атмосфераның тағы бір көрінісі. Фермин Лопестің келісімшартын ұзарту жай ғана формалдылық емес, оның қарқынды дамуының заңды нәтижесі болды. Mundo Deportivo басылымының хабарлауынша, клубта бастапқыда-ақ жартылай қорғаушымен келісімді жаңарту тек уақыттың еншісіндегі мәселе екені түсінілген. Оның тұрақты ойыны, негізгі құрамдағы рөлінің артуы және команда ойынына әсері шарттардың қайта қаралуын сөзсіз етті. 2031 жылға дейінгі жаңа келісім айтарлықтай жалақы өсімімен қатар жүрді. Барселона мұны тек алаңдағы ойын үшін ғана емес, клубқа деген көзқарасымен, адалдық үшін берілген лайықты сый ретінде бағалады. Ферминге деген қызығушылық жай ғана теориялық емес, нақты әрі қаржылық тұрғыдан тартымды ұсыныстар деңгейінде болғандықтан, оның адалдығы клуб үшін ерекше мәнге ие болды. Апл тарапынан ең белсенді әрі нақты бастаманы Челси көрсетті. Лондондық клуб жас жартылай қорғаушыға айтарлықтай жоғары жалақы ұсынуға дайын болды. Алайда Фермин бірден-ақ кету нұсқасын қарастырмайтынын айтты. Ол Барселонада өзіне сенім артылып отырғанын сезінеді, және дәл осы жерде футболшы ретінде әрі қарай дамып, өсуді дұрыс көреді. Ойыншы үшін күреске Баварияда қосылып, қаржылық жағынан жақсартылған ұсыныс пен сенімді спорттық жобаны ұсынды. Бірақ бұл жағдайда да шешуші фактор ақшада, уәделерде.
емес, ойыншының өзі көк қызыл жейдеде жолын жалғастыруға деген қалауы болды. Клуб ішінде бұл мәселеде толық бірлік қалыптасты. Спорттық директор Дику келісімшартты ұзарту идеясын белсенді қолдап, Ферминнің прогресін бекітіп, оған мойындалу мен қорғаныш сезімін беру маңызды деп санады. Бұл ұстанымды бас бапкер Ханси Флик те, клуб президенті Жоан Лапорта да толық қолдады. Лапорта жартылай қорғаушыны болашақ жобаның маңызды бөлігі ретінде қарастырады. Келіссөздер айдың басында Испания суперкубогы кезінде Барселонада да, Сауд Арабиясында да өтті. Ойыншының өкілдерімен байланыс нәтижелі болып, тараптар тез арада толық келісімге келді. Құжаттар рәсімделіп, қол қойылды. Дереккөздің мәліметінше, келісімшартты ұзарту үдерісі үш негізгі фактордың арқасында салыстырмалы түрде оңай өтті. Бұл Ферминнің жоғары деңгейдегі ойыны, әсіресе Ханси Фликтің жетекшілігімен айқын байқалған дамуы, қазіргі мәртебесіне сай келмейтін жалақысы және ең бастысы, оның клубқа деген адалдығы. Дәл осы жағдайлардың жиынтығы Барселонаны жылдам әрі батыл қадам жасауға итермелеп, алдағы жылдарға арналған маңызды мәселелердің бірін шешуге мүмкіндік берді. Кадрлық өзгерістер мен Фермин Лопестің келісімшартын ұзарту төңірегіндегі жағымды жаңалықтар аясында клубта Педридің қалпына келуінде абайлы оптимизммен бақылап отыр. Жартылай қорғаушы қаңтар айынан бері алаңға шыққан жоқ. Ол Чемпиондар лигасында Прагада өткен матчта оң аяғының сан бицепсі бұлшық етінен жарақат алған болатын. Команданың осы кезеңдегі нәтижелері тұрақты болғанымен, штаб орталық алаңда Педридің жоқтығы бәрібір сезілетінін жақсы түсінеді. Бастапқыда Барселонада қалпына келу мерзімін шамамен 1 ай деп жоспарлап, ойыншының ақпан айының соңына дейін оралатынына үміт артқан жоқ. Алайда үдеріс күткеннен әлдеқайда жақсы жүріп жатыр. Испаниялық дереккөздердің хабарлауынша, осы аптада Педри Сант-Жоан-Диспидегі жаттығу базасының алаңында қайтадан жұмысқа кірісті. Ол бапкерлердің бақылауымен жүгіріс жаттығуларын орындап, оңалту кезеңдерінің барлығын біртіндеп өтіп жатыр. Жарақат алған сәттен бері 2 аптаға да толмағанымен, алаңға шығуының өзі маңызды қадам ретінде бағаланып отыр. Қалпына келу мерзімінің қысқарғаны туралы ресми мәлімдеме әлі жоқ. Сондықтан клуб сақтық танытып келеді, дегенмен шөп үстінде жаттығуға қайта оралуы жартылай қорғаушының ойын ырғағына бастапқыда болжанғаннан да тезірек қайта қосылуы мүмкін екенін көрсетеді. Қазірдің өзінде Педридің жақын матчтарда ойнамайтыны белгілі. Ол Альбасетеге қарсы кубоктық кездесуді және Ла Лигадағы Мальоркамен ойынды өткізіп алады. Алайда клуб ішінде жағдай сәтті өрбітін болса, 16 ақпанда Жиронаға қарсы матчқа теориялық тұрғыда дайын болуы мүмкін деген пікір бар. Ал неғұрлым сақ сценарий ай соңында Левантеге қарсы ойынға оралуын көздейді. Бұл бастапқы болжамдарға толық сәйкес келеді. Айта кетерлігі, Педри бар күш-жігерімен жұмысын жалғастырып жатыр. Жексенбі күні командада демалыс болғанына қарамастан, ол жаттығу базасына келіп, жеке дайындықтарын өткізді. Мұндай ниет оның мүмкіндігінше тезірек алаңға оралып, Ханси Флик командасындағы негізгі тұлғалардың біріне қайта айналуға деген ұмтылысын айқын көрсетеді. Барселона үшін бұл ерекше маңызды, өйткені Педридің ойын профилі бірегей болып қала береді. Командада оны орталық жартылай қорғаушы рөлінде толықтай алмастыра алатын басқа футболшы жоқ. Бернал мен Касадо көбіне тірек аймаққа бағытталған, ал Ольмо мен Фермин шабуылға бейім ойыншылар. Сондықтан Педридің қайта оралуы жай ғана күшейту емес, команданың ойындағы тепе-теңдікті қалпына келтіру ретінде қарастырылады. Жанкүйерлер үшін басты жаңалық қалпына келу үдерісі жоспарға сай, тіпті күтілгеннен де жылдамырақ жүріп жатыр. Егер ешқандай асқынулар болмаса, Педри алаңға болжанған мерзімнен ертерек оралып, маусымның шешуші кезеңінде команданың тағы бір маңызды бөлшегіне айналуы мүмкін. Осы жаңалықтар аясында жанкүйерлердің назары Марк-Андре Тер Штегеннің жағдайына да ауды. Неміс қақпашысы Ла Лигадағы Реал Овьедоға қарсы матчтан кейін қатардан шықты. Сол ойында алған жарақаты едәуір ауыр көрінеді. Бақ мәліметінше, тізе асты сіңірінің үзілуі мүмкін деген қауіп бар. Ең жағымсыз жағдайда қақпашыға ота жасау қажет болуы ықтимал. Алдын ала бағалаулар бойынша, қалпына келу мерзімі 2 айға дейін созылуы мүмкін. Осындай сценарий орын алса, Тер Штеген қаңтар айында Жиронаға жалға ауысқанына қарамастан, Барселонаға мерзімінен бұрын қайта оралуы мүмкін деген нұсқа да жоққа шығарылмайды. Әзірге бұл тек теориялық мүмкіндік ретінде қарастырылып отыр, және бәрі оның алаңнан қанша уақытқа тыс қалатынына байланысты.
Митчелдің командасына ауысу теріштеген үшін маусымды қайта жандандыруға жасалған қадам болатын. Ханси Фликтің кезінде негізгі құрамдағы орнын жоғалтқаннан кейін, неміс қақпашысы тұрақты ойын тәжірибесін алып, 2026 жылғы әлем чемпионатында Германия құрамасының бірінші нөмірлі қақпашысы болу мүмкіндігін сақтап қалуды көздеді. Қазіргі сәтке дейін ол жаңа клубында негізгі құрамда бар болғаны 2 матчқа ғана шықты. Жарақаттың нақты деңгейі қосымша медициналық тексерулерден кейін белгілі болады. Қазірше ота қажет пе, әлде қалпына келу кестесі қалай болатыны белгісіз. Қалай болғанда да, бұл жағдай тер іштегеннің маусымына тағы бір белгісізді қосып, оның Жиронадағы болашағына да, Барселонаның алдағы жоспарларына да әсер етуі мүмкін. Алда кубок, Ла Лига және шешуші апталар тұрмында әрбір ұсақ түйек маңызды рөл атқаруы ықтимал. Егер Барселонаны тереңірек талдағымыз келсе, арнада қалыңыздар, лайк басып, пікірде Флик ең алдымен қай ойыншыны сақтауы керек деп ойлайтыныңызды жазыңыздар. Бұл өте қызықты болады.